Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырман. Паникалық шабуыл, ВСД, вегетососудистый дистония дегеніміз не? Қалай адам бойында паникалық шабуыл пайда болады? Соның сізге толықтай пайда болу тарихын түсіндіру үшін жүйке жүйесіне назар аударып, симпатика, парасимпатикалық жүйке жүйесінің бөлімдеріне назар аударып жатырмын. Бүгін енді симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесі екеуі үйлесімде жұмыс жасаған кезде адамның бойында мазасыздық болмайды. Қай жағдайда мазасыздық болады? Парасимпатика мен симпатика бөлімнің өзара үйлесімде болмай жұмыс жасауы. Сіздерге айтып өткендей, симпатикалық бөлім ол газ, машинадағы газ рөлін атқарса, парасимпатикалық ол тормоз. Ал екеуі бірдей дисбалансқа түскен кезде, газда, тормозда бірдей уақытта қосылған кезде ағзада үйлесімсіздік пайда болады, дисгармония пайда болады. Дисгармонияның салдарынан адамның бойында, адамның ағзасында неше түрлі реакциялар беріп жатады. Соның бірінші реакциясы ол респираторлық. Яғни симпатика, парасимпатикалық бөлімдер екеуі дұрыс емес жұмыс жасаған кезде респираторлы, яғни тыныс алу жүйесі әлсіреп қалып жатады. Ол қалай белгі береді? Ол демалудың баяулауы, немесе тез демалу, немесе ол жаңағыдай демалудан қиналып жатады, жүрек қуысы, көкірек қуысы қысылып қалып жатады, дем жетпей қалып жатады. Яғни респираторлық жүйе өз ісінен шығып жатады. Сонымен қоса ішкі құрылыс жүйесі де осы дисбалансқа өзінің жауабын беріп жатады ағзаға. Ол іш өтудегі, іш қатудегі, ол да жиілеп, баяулап, немесе жай істегеннен тез жұмыс жасағаннан пайда болып жатады. Немесе жиі кіші дәретке бару, немесе желдің көбеюі іш құрылысында. Бұл жерде жүрек системасы да, жүйесі де өзінің ісін дұрыс атқармай қалып жатады. Ол симпатикалық, парасимпатикалық бөлімдер дұрыс емес жұмыс жасаған кезде жүрек соғысы тез соғып кетуі мүмкін, немесе жай соғып кетуі мүмкін. Ол қандай белгілермен? Ол тахикардия, жүректің тез соғуы, немесе жай соғуы, ол да парасимпатикалық, симпатикалық бөлімдерге жүрек жүйесінің жауабы болып табылады. Бірақ бұл біз қарасақ адамның денсаулығымен бір дұрыс емес нәрсе болып жатқан сияқты. Маңыздысы паникалық шабуыл, мазасыздықтың көтерілгендегі белгілерін білу үшін бұл белгілер соматикалық па, немесе психосоматикалық па, соны міндетті түрде ажыратып білу керек. Егер әр жер, бір күні жүрек жүйесі, бір күні ішкі құрылыс жүйесі, бір күні респираторлық жүйе, тағысын тағы ауысып отырса, әр күні әр қандай реакция беріп отырса, онда ол соматикалық болмайды, ол медициналық тұрғыдан болмайды, ол психосоматикалық. Яғни медициналық дәрігерлер осы реакцияларды олар соматикалық деп санайды да, вегетососудистый дистония деп беріп жатады. Бірақ негізінде шын мәнінде ол психосоматикалық белгілері болғандықтан оны психологиялық тұрғыда жұмыстанған жөн.